студенттер, видео сабаққа қош келдіңіздер. Мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Аты жөнім Даниярова Әсел Мұратқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рельс тізбектерінің режимдері. Негізгі сабағымызға өтпес бұрын рельс тізбектерінің шығу тарихына кішкене мағлұмат алсақ. Алғашқы металл рельс 1767 жылы Ұлыбританияда жасалды. 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап болат рельстер кеңінен қолданыла бастады. Темір жол рельстері темір жолдың үстіңгі құрылысының негізгі элементі болып табылады. Олар ұшпа үстінде орнатылады, әрі оған бекітіледі. Бір-бірімен біріктірілген рельстер өзара параллель қойылып, рельс жолын құрайды. Қозғалмалы құрам дөңгелектерінің қысымы тікелей рельс жолына түседі екен. Келесі алдымызда көріп тұрған схема рельс тізбегінің сұлбасын көріп тұрмыз. Енді бізде рельс тізбегінде питающий конец, яғни қоректік соң, сонымен қатар релейлік соң болады екен. Рельс тізбектері темір жол, автоматика және телемеханиканың негізгі элементі болып табылады. Олардың қызметі пойыздар қозғалысына реттейді, автоматты және телемеханикалық жүйелерінің негізгі қалайды және пойыздар қозғалысы қауіпсіздігі мен құрылғыларының жұмысының сенімдігін көп мөлшерде анықтайды екен. Рельс тізбектері қоректендіру мен жүктеме көзі бар электр тізбегі болып табылады. Ал электрлік тоқтың өткізгіштері болып темір жолдың рельс жолдары болып табылады екен. Сонымен қатар қоректік соңда рельс тізбегіне электр қуатын беретін болса, релейник соңда, қоректік соңда электр қуатын береміз, ал релейлік соңда бізде сигналдар жіберіп отырады екенбіз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, рельс тізбегінде негізгі режимдеріне келетін болсақ, қалыпты режим рельс тізбегінің еркін жағдайына сәйкес келеді. Бұл режим жол релесі үздіксіз қоректену кезінде зәкірді тартылған күйде сенімді ұстап тұрады. Яғни рельс тізбегінің бос күйіне сәйкес келеді екен. Келесі шунттық режим рельс тізбегі жылжымалы құрамынан қамтылуына сәйкес келеді. Бұл режимде жол релесі үздіксіз қоректену кезінде зәкірді сенімді босатуы. Бұл режимнің қолайсыз жағдайларда қалыпты режим шарттарына қарама қарсы келеді екен. Үшінші режим бақылау режимі рельс тізбегінің бүтіндігінің бұзылуына сәйкес келеді. Бұл режимде жол релесінің жұмыс істеуі тиіс. Бұл режимнің талаптары шунттық режим талаптарына сәйкес келеді екен. Бізде төртінші режим АЛС режимі пойыздың рельс тізбегіне кіру соңына енуіне сәйкес келеді. Бұл режимде локомотивтің қабылдау катушкалары астындағы рельстегі тоқ локомотивтегі АЛС қабылдау құрылғыларының сенімді жұмыс істеу үшін қажетті есептіде кем болуы тиіс екен. Соңғы режим қысқа тұйықталу режимі жылжымалы құрамның доңғалық жүктары мен рельстік тізбектердің қоректендіру шунттау сәтіне сәйкес келеді. Бұл режимдің негізгі болып табылмайды. Онда ең жоғарғы кернеу кезінде қысқа тұйықталу қуаты қуат көзінің рұқсат етілген номиналды қуатынан аспайтын тексеріледі. Енді бізде осы 5 режим бойынша бекіту тапсырмаларын орындасақ дейміз. Негізгі 3 сұрақ бойынша жауап беріп, жауаптарыңызды жіберсеңіздер. Бірінші, темір жол көлігіндегі рельс тізбектерінің режимін атаңыз. Екінші сұрақ, рельс тізбегінің жылжымалы құрамының бос болуы қандай режимге сәйкес келеді? Үшінші, рельс тізбегінің негізгі режимдерінің сұлбасы бойынша
П релесінің жұмысын бақылаңыз. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, қозғалысты реттеу жүйесінің үздіксіз жұмысы көп дәрежеде электрлік рельс тізбегінің сенімді әрекетіне тәуелді болады. Рельс тізбегі жұмысында істен шығулар пойыздар қозғалысының істен шығуларына әкеледі. Қозғалыс қызметінің жұмысшыларының жұмысын қиындатады, апаттық жағдайларды пайда болуын болдырмайды. Рельс тізбегінің ақаусыз жұмысы қозғалыс қауіпсіздігінің жоғарғы дәрежеде болуын қамтамасыз етеді. Рельс тізбегі темір жол автоматиканың негізгі элементі болып табылатындықтан, оның жұмыс істеуін уақытылы тексеріп отыру электромеханиктар мен монтерлардың ең негізгі жұмысы болып табылады екен. Күнделікті рельс тізбегі ақаусыздығын, тазалығын қадағалап отыру керек екен. Енді үй тапсырмасын алатын болсақ, 3 негізгі дәреже бойынша үй тапсырмасы беріледі. Бірінші, тест тапсырмасын құрастыру, яғни 4 нұсқа бойынша. Екінші, ғаламторды пайдаланып рельс тізбегінің режимдерінің жұмысын толықтыру. Үшінші, тақырып бойынша видеороликтер іздеу. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.